Варикоз – қан тамырларының кеңеюі. Ол емделеді, бірақ оның түрлері мен дәрежесіне байланысты емделу түрлері әртүрлі болады. Варикоздан толық айығу мүмкіндігі бар, әсіресе аурудың бастапқы кезеңдерінде. Оның емделу жолдары: біріншісі, өмір салтын дұрыстау, көп қимылдау, жаяу жүру, ұзақ уақыт бойы тұрып қалмау және отырып қалмау, артық салмақтан арылу, аяққа арналған арнайы шұлық, компрессиялық шұлық кию керек. Екінші, дәрі-дәрмекпен емделу. Тамырларды күшейтетін және қан айналымын жақсартатын дәрілер. Флеботоникалар, жергілікті қолданатын майлар мен гельдер, мысалға, троксевазин, гепарин маздары. Үшінші, физиотерапия және аппараттық емдеу. Төртінші, мамандар көмегімен емделу. Склеротерапия зақымдалған тамыр ішінде арнайы сұйықтық енгізіп, оны жабу. Және лазерлік ем. Лазер арқылы тамырларды жояды. Хирургиялық операция. Күрделі жағдайда варикозды венаны алып тастау. Егер белгілеріңіз бар болса, флеболог немесе тамыр хирургіне барып тексерілген дұрыс. Уақытында емделсе, асқынуды болдырмауға болады. Егер варикоздарыңыз асқынбаған болса, енді басталып келе жатса, онда сіздерге халық емдері көмекке келеді. Мінекей, варикозға, аяқтағы көк тамырлардың кеңеюіне арналған халықтық емдері. Үй жағдайында қолдануға болатын табиғи тәсілдер. Бірінші, алма сірке суы, яблочный уксус. Таңертең және кешке аяқтың ауырған тұсын алма сірке суымен сүртіңіз. Әсері қан айналымын жақсартады, тамырларды қатайтады. Екінші, жылқы каштаны дейді. Орысшасы конский каштан тұнбасы. Бұл аптекада да сатылады. Оны күніне 2 рет, 3 рет 1 шай қасықтан ішке қабылдауға болады, немесе ауырған жерге сүртуге де болады. Әсері қан тамырларын нығайтып, ісіктерді басады. Үшінші, картоп компресі. Шикі картопты қырғыштан өткізіп, ауырған жерге жағып, дәкемен орап, 4-5 сағат ұстау. Әсері ауырсынуды азайтады, ісінуді басады. Төртінші, жасыл қызанақ. Жасыл піспеген помидор. Жасыл қызанақты дөңгелектеп кесіп, варикоз шыққан жерге таңу. 2-3 сағаттан соң ауыстырып тұру. Әсері тамыр ісінуін азайтады. Бесінші, сарымсақ пен сарымай қоспасы. 1 бөлік сарымсақ ұнтағын 2 бөлік сарымаймен, ерімеген сарымаймен араластырып, бұл қоспаны түнде ауырған жерге жағып, үстінен дәкемен орап, таңертең жуып тастаймыз. Пайдасы қабынуға қарсы әсері бар. Алтыншы, алоэ шырыны қолданылуы. Алоэ жапырағын түнде тоңазытқышта ұстап, таңертең шырынын алып, тамыр бойына жағу пайдасы. Қан айналымын жақсартады, теріні жұмсартады. Ескертетін жағдай: халық емдерін қолданар алдын теріде аллергия болмауы үшін шағын бөлікті сынап көрген дұрыс. Егер ауру күшейсе немесе нәтижесі болмаса, міндетті түрде дәрігерге жүгініңіз. Мінекей, варикоз, қан тамырларының кеңеюі жайлы да біраз ақпарат біліп алдыңыздар. Достар, осы видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып,
пікірлер бөліміне пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.